орталық Қазақстан мен бала жасымнан оқып келем. Бұл Қазақстандағы ірі басылымдардың бірі. Совет одақ кезінде Қазақстан қанша шықса, бұл сонша рет шығатын газет еді. Республикада осы екі газет. Қазақтың басынан өткен тарих бұл газетінде басынан өткен. Орталық Қазақстанның бетін параптағанда Қарағандының бүкіл өмірі, бүкіл ғұмыр шежіресі сонда тайға таңба басқандай басылып жатыр. Бұл газеттің шарықтаған тұсы редактор болып Нұрмұхан Оразбековтен келген тұсы. Ол кісі келе салып, пролетарий всех стран соединяйтесь деген ұранды алып тастап, оның орнына Қазбек бидің сөзін жазып еді. Алаш ардагерлерінің шығармаларын осы газеттің бетінде оқыды ел. Жарыққа шығып жатқан Жайып Бектұровтың шығармалары осы газетте жарық көрді. Ал енді мен де сол кезде осы газетте жұмыс істедім. Еркін творчестволық жұмыста болдым. Менің бүкіл республикаға шыққан публистикалық шығармаларының бәрі ең әуелі орталықта шығып, одан кейін басқа республика газеттерде шығатын. Бұл газеттің орнын бағаны ыстық. 90 жылдық тойларың торқалы болсын. Еріңді, жеріңді қуанта бер, менің газетім.